Сәлем достар, менің есімім Али және мен алдын ала кешірім сұраймын. Бүгінгі шығарылым қазақ тілінде өтетін болады және бұл шешімге бірнеше себеп бар. Біріншіден, менің ойымша, бұл YouTube арнада қазақ тілінде де контент шығып тұруы керек. Себебі арнаның өсуіне бұл үлкен ықпалын тигізеді. Негізінде мен үшін қазақ тіліндегі контенттің дамуы мен көп мөлшерде шығып тұруы маңызды. Солай-солай қазақ тілінің сапасы да және қазақ тілінде сөйлейтіндердің саны да өсіп тұрады. Екіншіден, осыдан бір апта бұрын мен аттары аңызға айналған қазақ музыкалық өнерінің, соның ішінде рок музыканың негізін қалаушыларының бірі Дос Мұқасан ансамбліне арналған фильмді көрген болатынмын. Сол фильмді көріп, кинотеатрдан шыққаннан кейін мен осы шығарылым міндетті түрде қазақ тілінде болады деп шешім қабылдадым. Келші, бермен келші құдаша. Слышать ничего не хочу о вашем Дос Мұқасане. Никаких писклявых гитар и саксофонов. То ли националисты, то ли подражатели Запада. Вот вам и результат. Қарсы алыңыздар, Дос Мұқасан! Бұқчан! Ең бірінші мына стереотипті толықтай жойып тастау қажет. Қазақ тілінде кино көру мүмкін емес деген стереотип. Негізінде мен осыған дейінгі шығарылымдарда қазақ тілі кинематографтың тілі бола алады деген ой қалдырған болатынмын. Мысалға, Ернар Нұрғалиевтің «Жаным, ты не поверишь» кинофильмінде Еркебұлан Дайыров пен Рүстем Жанаманов сомдайтын кейіпкерлердің диалогтарында қазақ тілі өте әсерлі және орынды қолданылған. Мұндай тенденцияның пайда болуының қатты қуантатыны сөзсіз. 1 желтоқсанда прокатқа шығатын Айсұлтан Сейітовтің Қаш бейнефильмі де дубляжсыз толықтай қазақ тілінде жарық көреді. Қазақ тілінде кино көру ыңғайсыз, актерлардың сөйлеу мәнері басқаша немесе жағымсыз естіледі деген стереотипті ойлар ендігіде қате ой болып табылады. Осыған менің Дос Мұқасан фильмінен кейін толықтай көзім жетті. Негізінде бүгінгі шығарылымды жаңа рубрика деп те атауға болады. Бұл рубриканың атауы «Что идет в кино?». Мен дәл осы уақытта кинотеатрда көрсетіліп жатқан киноларға қатысты өз ойымды айтатын болам. Бұл рубрикада айтылатын фильмдер тақырыбы өзекті болғандықтан, бүгінгі шығарылымда әртүрлі спойлерлер болуы мүмкін. Сондықтан ең алдымен міндетті түрде Дос Мұқасан фильмін көріңіздер, содан кейін осы бейнероликті көрсеңіз болады. Сонымен бастайық. Дос Мұқасан 1967 жылдан бері музыкалық топ ретінде құрылған эстрадалық вокальды аспаптар ансамблі. Ансамбль аты оны ұйымдастырушылар есімдерінің буындарынан құрылған. Досым Сүлеев, Мұрат Құсайынов, Қамит Самбаев, Александр Литвинов. Ансамбльдің аталған алғашқы құрамына кейіннен Мейірбек Молдабеков, Құрманай Омарова, Шарип Омаров, Бақытжан Жұмадилов және Нұртас Құсайыновтар қосылды. Аталмыш топтың оқиғасы туралы фильмнің режиссері ретінде Айдын Сахаман тағайындалған. Ал бас демеушісі Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі болып табылады. Қазақстанда мемлекеттің ақшасына түсірілетін фильмдерге көрермен тарапынан көзқарас әрқашан әртүрлі. Алайда көп жағдайда сол фильмдерді көрермен кейде тіпті көре де алмайды. Мысалы, біз кинотеатрларда Ақан Сатаевтың Томирис немесе Қасым Хан сияқты жобаларын ғана таба аламыз. Көп жағдайда бұл жобалардың мақсаты қазақстандықтардың бойында патриотизм сезімін ояту және тарихқа шолу жасау болып табылады. Бірақ менің ойымша, көрерменнің бойында таза патриотизмді және мәдениет деген ұғымға өзге көзқарас тудыра алатын бірден бір жобалардың бірі осы Дос Мұқасан фильмі. Шынымды айтатын болсам, аталмыш жобаның ең алғаш рет трейлері шыққан кезде менің ойымда кішкене болса да күмән қалыптаса бастады. Менде сол трейлерде көрсетілген эпизодтарды көрген кезде фильмді толықтай көргенім сияқты ой пайда болды. Алайда алдын ала айта кететін болсам, Дос Мұқасанды көргеннен кейін ойымның қате ой болып шыққанына қуанышты болдым. Ендеше бұл жобада маған не ұнады, соны айтып кетейін. Жалпы бұл фильмде менің ойымша керемет сапамен және шынайы махаббатпен жасалған жұмыстардың бірі ол сеттинг. Қысқаша айтқанда, сеттинг деп фильмнің оқиғасы белгілі бір кезеңде немесе уақыт аралығында болып жатқан ортаны айтамыз. Дос Мұқасан тобының тарихы кеңестік кезеңде орын алғандықтан фильмнің көп бөлігінде біз Совет одағының атмосферасы мен 70-ші жылдардағы Алматыны көре аламыз. Осы орайда мен қоюшы суретшілердің, орысша айтқанда художники-постановщики, сол қоюшы суретшілердің жұмысына үлкен баға бергім келеді. Қазақ кеңестік социалистік республиканың сол кезеңдегі Совет одағының номенклатурасының бейнелері көрерменді толықтай өзіне сендіреді. Қазақ кинематографиясында байопик жанрында жасалған фильмдер аз емес. Оған Әміре Қашаубаев туралы, Мұстафа Шоқай немесе Мұқағали Мақатаев туралы шығармаларды атауымызға болады. Алайда музыкалық байопик Қазақстанда көп шыға бермегені анық.
Менің ойымша, осы жобаның бүкіл Совет одағына әйгілі болған топқа арнайы шығарылуы кездейсоқ жағдай емес. Осыған дейін отандық көрермен шетелдің әйгілі байопиктерін, мысалға Queen тобы туралы Богемская рапсодия, Элтон Джон туралы Rocketman фильмі немесе Чарльз Рей туралы бейнефильмдерді көріп жүретін болатын. Осы музыкалық байопиктердің барлығының басын қосатын бір құбылыс бар. Ол музыкалық ностальгия. Дос Мұқасан фильмін көріп отырған кезде осы топтың өте танымал, тіпті аңызға айналған өлеңдерін естіген кезде сол музыкалық ностальгия эффектісі бойыңды жаулап алғандай болады. Сағындым сені, бәрінен де сен сұлу, қайдасың әні, 16 қыз, Алматы түні секілді әндер еліміздің тарихында ұлы әндерге айналғаны сөзсіз. Кейбір киносыншылардың айтуы бойынша байопиктердегі музыкалық ностальгия сюжетте кездесетін тесіктерді байқамауға көмектеседі деген ой бар. Негізінде бұл оймен келісуге болады. Мысалы, Богемская рапсодия фильмінде өте қызық сценарий немесе сюжет бар деп айту қиын. Алайда Queen тобының өлеңдерінің әсері соншалықты мықты болғандықтан аталмыш мәселелерге көз жұмуға болатын секілді. Алайда Дос Мұқасан фильмінде музыкалық құрамдас бөлікті алып тастасаң да, логикалық тұрғыда дұрыс құрастырылған бейнефильмді көруге болады. Сонымен, егер біз Дос Мұқасан фильмінің сюжетіне тоқталатын болсақ, ең алдымен фильмнің шиеленісі немесе конфликтісі туралы айта кеткен жөн. Бірақ осы шиеленісті түсіну үшін тарихымызға сүйенуіміз қажет. 60-шы жылдардың ортасында кеңес экономикасын барынша нығайтуға тырысқан ел басшылығы жаңа шаруашылық реформаларын жүргізе бастады. Бұл бір уақытта бірнеше саланы, өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығын қамтыған соғыстан кейінгі кезеңдегі экономиканы қайта ұйымдастырудың ең ірі шаралары болды. 1965 жылы 6-шы шақырылған КСРО жоғарғы кеңесінің сессиясы өнеркәсіпті басқару жүйесіне өзгерістер енгізу мен бірқатар мемлекеттік жоспарлар органдарын қайта құру жөнінде заң қабылдады. Сонымен 1966 жыл елімізде жаңа экономикалық реформа және КСР-дің басты мақсаттарының бірі техникалық мамандарды дайындау болып табылған. Әңгіме мынада. Сол кездегі Қазақ политехнологиялық институтының студенттері Досым Сүлеев, Мұрат Құсайынов, Камит Санбаев және Александр Литвинов кәсібі бойынша инженерлер мен техникалық мамандар болған. Алайда өз оқу мамандығына қарамастан, жас студенттер музыканы сүйіп, сол музыка мен ғылымды байланыстырып, қазақтың тарихында болмаған ерекше мотивтегі әуендерді ойлап тапқан болатын. Осы жерде фильмнің басты шиеленісін немесе конфликтісін түсінуге болады. Совет одағының темір перде идеологиясының заманында қазақ тілінде өлең жазу, оны концерттерде шырқау және қазақ мәдениетіне жаңа көзқарас әкелу үлкен батылдық екені сөзсіз. Фильмдегі кеңестік номенклатура екі жақты көрсетілген. Егер горкомның шенеуніктері Дос Мұқасан тобын атауы үшін, образдары, киімі, тіпті шаштары үшін және өлеңдерінде кеңестік идеологияның жоқтығы үшін сынға түсіретін болса, райком шенеуніктері топқа толықтай қолдау көрсетуге тырысады. Бұл жағдайда әйгілі қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың Дос Мұқасан тобына деген ықпалының маңызы аз емес. Алайда осы орайда мен үшін көрермен ретінде бір қатты жетпеген жай орын алды. Маған кейіпкерлер арасында әсіресе Досым Сүлеев пен Марат Құсайынов арасындағы конфликттің әсері түсініксіздеу болды. Мәселе мынада. Өкінішке орай кеңес шенеуніктерінің қысымын сезінген кезде біз кейіпкерлердің сол қысымға деген күйінішін немесе күйзелісін көре алмадық. Керісінше музыканттар топтың атауын өзгертеміз дегенде жай ғана күліп қана қойып, бұл жағдайды әзілге айналдырып отырды. Мүмкін шын өмірде олардың аталмыш мәселеге деген реакциясы шынымен де сондай болған шығар. Алайда бұл көркем фильм екенін ұмытпаған жөн. Және менің ойымша, көрермен кейіпкерлердің көрсетілген қысымға деген күйзелісін көрген кезде атап кеткен конфликт күшейе түсуі мүмкін еді. Осы жағдай мен үшін өте жетіспеген сәт болып табылады. Менің ойымша, Сүлеев пен Құсайынов арасындағы шиеленісті күшейту керек еді. Мысалы, Сүлеев топтан кету туралы хабарда айтқан кезде, Құсайынов тек қана топ пен музыка үшін ғана ызаланбай, мәдениет үшін, топтың жасап жатқан ықпалы үшін және бүкіл қазақ қоғамы үшін ызаланғанда, мен шынымен де қатты қуанар едім. Сондықтан фильмнің соңы мен үшін кішкене көмескілеу болып көрінді. Орысша айтқанда смазанная концовка. Егер фильмдегі актерлер туралы айтатын болсақ, менің ойымша барлығы да өз рөлдерін керемет сомдап шықты. Әсіресе Артур Асқарұлы туралы айта кеткен жөн. Арчибальд Қазақстанның медиа кеңістігінде блогер ретінде танылады. Алайда бұл фильмде Артурдың қатысуына блогер болғандығының ықпалы жоқ секілді. Артур шынымен де Шарип Омаровты жақсы ойнап шықты.
Вайнер блогерлерді киноға шақыру бұл қазіргі маркетингтегі заманауи тенденция. Осындай шақыру арқылы продюсерлер өздерінің фильмдерінде кассалық жинауды көбейтуді көздейді. Алайда Дос Мұқасан жобасында менің ойымша Вайнердің киноға деген интеграциясы дұрыс орындалған. Артур бұл фильмде ең алдымен актер болып қосылған және кейіпкерді сомдайды. Осы жағдай қатты қуантатыны сөзсіз. Сонымен қатар фильмде театрлық стильде жасалған қойылымдар өте керемет жасалған. Әсіресе Мұрат Құсайыновтың тойындағы той жыры әнінің тарихы, оның Қазақстандағы той әлемінде феноменға айналған режиссерлық тұрғыда театрлық стильде көрсету үлкен бағаға лайықты. Расында да той жыры әні әрбір қазақ отбасының жаратылысында шырқалуы заңдылық болып табылады. Фильмдегі той жыры үрдісі, оның тарихы керемет көрсетіледі. Аталмыш сцена La La Land секілді шетелдің атақты мюзиклдерін еске түсіреді. Дос Мұқасан тобы тарихи және мәдени құбылыс ретінде қазаққа тиесілі үлкен байлық және асыл мұра деп айту, асырып айту болып табылмайды. Ойлап қараңыздаршы, Ұлыбританияда Queen тобы, Beatles тобы феномен болып табылады. Ресейде кино тобы бар. ақш-та Bon Jovi, Pink Floyd, Led Zeppelin айта берсең толып жатыр. Дәл осы ақш-тың азаматына сияқты мәдени мұра бізде де бар. Ол Дос Мұқасан тобы. Дос Мұқасан тобының өлеңдері 2022 жылға дейін өзекті тренд болып келеді. Сіздің ойыңызша бұған себеп не? Менің ойымша мәдениет және білім. В то время выезд за рубеж, это было нечто, не пробьешься. А мы уже ездили с программой, уже мир смотрели, видели, что там на Западе творится. Приблизительно знали, что является современным, какая одежда, какой стиль и так далее. Поэтому мы там глазами воровали, сюда приходили и говорили, в ателье вот так шейте, вот таким образом. Шетелдік концерттердің арқасында Дос Мұқасан тобы басқа цивилизацияны көрді. Және сол жердегі өнер мен мәдениеттің арқасында қазақ елінде ерекше үлгі қалыптастырды. Досым Сөйлеев білім ғылым қайраткері. Қазақстан Республикасы ғылым және білім беру министрлігінде және жоғары оқу орындарында басшылық жұмыстар атқарған ерекше маман. Мұрат Құсайынов қазақтың еңбек сіңірген керемет композиторларының бірі. Алайда сол кісіні кеңестік номенклатура сынға салып, шашын, кейпін, киіну мәнерін жамандап қудалаған. Уақыт өте келе Дос Мұқасан осыған қарамастан мәдени құбылысқа айналды. Ал енді сұрақ, біз қазір неге сол қателікті қайталап отырмыз? Елімізде жаңа заманға сай, ал бастысы қазақ тілінде жасалатын шығармашылықты біз неге сонша сынға саламыз? Неге біз 91 тобын қудалап, олардың концерттерін өткізбеудің амалын іздеп, тіпті есалаң іс-әрекеттер жасауға дайынбыз? 91 тобы сол 70-ші жылдардағы Дос Мұқасан тобы емес пе? Мен үшін 91 тобының шығармашылығы үлкен құрметке сай шығармашылық болып табылады. Өз өлеңдерінде жас орындаушылар адамдарды жақсылыққа итермелеп, қазақ тілінің дамуын көздеп, еліміздің басқа мемлекеттерге танылуын іске асырып қызмет атқарады. 91 тобын қудалау оларға Түркістан, Қызылорда, Ақтөбе, Шымкент сияқты қалаларда қысым көрсету өте қате және басқа сыйымсыз іс-әрекет. Қазақ елінің дамуын ойлаған қайраткерлерге тек қолдау көрсете білейік. 40-50 жыл өткеннен кейін сол жігіттердің замандасы болғанымыз үшін әлі талай қуанатын боламыз. Менің атым Али. Мен алдын ала кешірім сұраймын. Келесі кездескенше. Сейчас больше свободы у молодежи. Они совершенно демократичные, у них другие взгляды на жизнь. Это хорошо? Это хорошо, конечно, это хорошо.